Ал енді бұл станоктың күтімі мен қауіпсіздік техникасы туралы айтып өткен дұрыс болар. Бірінші, күтімі бойынша бұны қалай күту керек? Күтімі қатты қиын емес былай қарағанда. Бірінші, мына Z осында жерде көріп тұрғаныңыздай мына резьбасы бар, иә? Бұған жұмыс кезінде шам немесе мына үгінді жабысып қалуы мүмкін. Ағашпен жұмыс істеген кезде, акрилмен, әлде басқа нәрселермен жұмыс істеген кезде бұл жерге шамдар жабыса бастайды, үгінділері. Бұл жерді тазалап отырған жөн. Тазалап, және де бұл жерге тас әлде соған ұқсайтын бір смазкаларды жағу керек. Жеңілірек жүру үшін, егер көтеріліп түскен кезде бір дыбыстарды естісеңіз, кедергі келіп тұрған, демек тазалап, бұны майлап қою керек. Жұмасына бір рет тазалап отырсаңыздар жақсы болады, егер күнде жұмыс істесеңіздер. Одан кейін бұған дейін айтып өткенімдей мына шкифтерді қарап отыру керек, босап кетпеу үшін. Және де көріп тұрғаныңыздай, мына жерде дөңгелектер бар. Міне, мысалы мынау бос тұрған дөңгелек, көрдіңіз бе? Бұл былай бос тұрмау керек. Демек мына жерде эксцентрик деген бар. Бұған кәдімгі кілікпен былай тартып қойсаңыз, бұл қысылады. Бұны да қарап отырыңыздар, қысып қою керек. Өйткені бұл бос тұрса, демек ол қазір жұмыссыз тұр, бұл дөңгелек. Ол мынау сияқты қысылып тұру керек. Міне барлығын тексеріп алыңыз, осылай жай саусақпен өткізсеңіздер, барлығын көріп аласыздар. Міне мына жерде мынау жұмыс істеп тұр, мына жерде біраз қысып жіберу керек. Міне дөңгелектер мына жерде тұр, Z бойынша, мына X бойынша да не дөңгелек тұр ортасында, үстінде және астында міне. Және де мына Y бойынша екі жақта да міне дөңгелектер үстінде және астында орнатылған. Бұның барлығын қарап шығу керек. Одан кейін мына ремендердің астарында, дөңгелектің астарында үгінді жиналып қалуы мүмкін. Егер сіз бір ағашпен жұмыс істесеңіз, әлде мысалы поликарбонат, әлде сондай бір пластиктармен жұмыс істесеңіз, көбінесе пластиктармен жұмыс істеген кезде үгінділері үлкен болып шығады да, осының астына кіріп, дөңгелектер бұралмай қалуы мүмкін. Өйткені үлкен болғаннан кейін қысылып қалады да, жұмыс істемей қалады. Сондықтан сіздің станогыңыз біраз қисая бастайды да, қате жұмыс істейді. Станокты толықтатып, толықтай мына жерді тазалап өту керек. Тазалаған кезде бір щеточканы алып, әлде ауамен тазалаған жөн болады. Өйткені мына ременді кесе алмау үшін абайлап тазалап өту керек. Одан кейін міне мына миы, бұның миын қалай қарау керек. Мына көріп тұрғаныңыздай, мына жақта және мына екінші жағында тесіктері бар. Бұл ауаның өтуіне керек тесіктері. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай міне кулер тұр. Мына жақтан ауа кіреді, мына жақтан ауа шығады. Демек, мына екі тесікті ештеңе бітеп тастамау керек. Және де оны бұлай қоюдың қажеті жоқ, себебі ауа немесе кірмей қалады, немесе шықпай қалады. Және де бұл жерлерді бір щеточкамен тазалап өткен дұрыс болады да, немесе бір ауамен үрлеп жүрген жөн болады. Және де мына үстіңгі жақтарында толықтайын тазалап отыру керек. Және мына көріп тұрғаныңыздай, мына жақтарда бір орындары бар. Бұл жерге де қатты бітеліп қалады. Оларды тазалап отырыңыздар. Себебі мына жерлер қатты бітеліп қалса, мына дөңгелектері жүрмей қалуы мүмкін. Енді қауіпсіздік техникасы бойынша станок жұмыс істеп тұрған кезде мына дөңгелектердің астарына ешқашан қолдарыңызды немесе саусақтарыңызды, немесе шашыңыз ұзын болса жақындамаңыздар. Және де мына шпинде жұмыс істеп тұрған кезде оның жанына жақындауға болмайды. То есть оны бірінші тоқтатып алу керек толықтайын, тек қана содан кейін ғана оның жанына жақындауға болады. Шашыңыз ұзын болса, немесе мына көрдіңіздер, кейбір кезде былай тұрады да киімдеріңіз, сол кезде бұл киім тартып жіберуі мүмкін. Сол кезде сіз зақым аласыз. Байқаңыздар, тоқтатып аламыз, тоқтаған күтеміз, асықпаңыздар. Тоқтағаннан кейін ғана біраз итеріп жіберіп, керек нәрселерімізді аламыз. Бір-екі секунд қана күткен дұрыс болады. Одан кейін, мысалы, егер бір кедергі келіп тұрған дыбыстарды естісеңіздер, қараңыздар не екенін. Сымдар зақымдалған жоқ па екенін, немесе мына жерде тесік пайда болған жоқ па екенін. Судан су ағылса, мына жерде электрондық бөлшектер, оған су тисе жанып кетуі мүмкін. Су мәселесі бойынша станокты қосардың алдында әрқашан да суды тексеріп алыңыздар. Бірінші, су толықтайын
помпаны жауып тұру керек. Кем дегенде бір 10-20 литр болған дұрыс болады суды үлгеру үшін. Және де су бұзыла бастаса, иістене бастаса, немесе ішінде кейбір нәрселер пайда бола бастаса, демек суды ауыстыру керек. Ең жақсысы ондай нәрсені күтпей ауыстырып отырған жөн болады. Енді күнде ауыстыруның қажеті жоқ. Бір 3 күнде бір ауыстырсаңыз жақсы болады. Егер станокпен жақын арада жұмыс істемейтін болсаңыз, суды төгіп тастаған жөн болады. Ал келесі қосар кезде суды толтырып бір айдап өткен дұрыс болады. Одан кейін, егер сізде сумен емес, ауамен салқындататын шпиндель болса, мына жерде онда тесіктері болады. Ол жерлерді тазалап өткен дұрыс болады. Себебі ол жерге ағаштың үгіндісі, кейбір басқа нәрселер үгінділер кіріп кетуі мүмкін. Жай тұрғанның өзінде де шаңның ішіне басылып кетсе, ол жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сондықтан оны тазалап отырыңыздар, күтіп отырыңыздар. Күтілген станок көп уақыт бойы жұмыс істейді. Және де мына ремендерін ұмытпаймыз тартып отыруға. Уақыт өте келе ол ремендер босап қалуы мүмкін. Ал бірнеше жыл жұмыс істеңіздер, бұл ремендер енді өзінің жұмысын аяқтап, оны ауыстыруға қажет болады. Олар қатты қымбат емес. Оларды шешіп, қайтадан жаңа ремень таға салу қиын емес. Және мына дөңгелектерді айтып өтсек, бұларда өзінің жұмыс уақыттары бар. Уақыт өте келе бұл жерлер сына бастауы мүмкін. Сына басса, оны ауыстыру керек. Оны ауыстыру қиын емес. Бұны бұрап алып, жай жаңасын сала салу керек. Және де міне бұрау туралы, мына жақта болтиктар, гайкалар, әртүрлі нәрселер тұр. Бұл станок енді жұмыс істеген кезде дірілдейді әрине, кез келген станок сияқты. Сондықтан бұл жерлер ақырындап босай бастайды. Сондықтан оны уақыт өте келе қарап қойыңыздар, қысып қойыңыздар. Отвертка мен ақырындап қарап өту керек барлық жерлерін. Егер босаған жерлері болса, біраз қысып қойыңыздар. Бірақ қатты қысудың қажеті жоқ. Қатты қысып жіберіп, оның басын бұрап алсаңыздар, сосын ол өзінің жұмысын атқара алмайды. Егер байқамай бір жерін қатты қысып жіберіп, басын жұлып алсаңыздар, әлде басқа нәрселер болса, оны шешіп алып ауыстырған жөн болады. Енді айтып өтсем. Әрине, мына миын, енді мына ми жағынан қайтып келейік. Бұның ішіне су тимеу керек, немесе басқа да электр тоғын өткізетін нәрселер. Себебі мынаның ішінде бізде өзінің миы тұр, блок питания тұр. Оған су тисе жанып кетеді. Және де бұны далаға шығарудың қажеті жоқ. Қыстың күні, жаздың күні болсын бәрібір. Өйткені далада дымқыл, күн сәулесі тиіп тұрады оған. Және де бір қатты электр тоғы тұрған жанына қоюдың қажеті жоқ. Себебі бұл біз енді өзі станоктың миы, оның нәрселерді жақсы көрмейді. Және де станоктың үстіне қоюдың қажеті жоқ. Өйткені жұмыс істеген кезде оны тиіп кету жеңіл. Оны станоктың жанына қойып қоямыз. Және де оны теппейміз, ұрмаймыз, үстіне ештеме қоймаймыз. Өйткені бір ауыр нәрселерді қойып қойсаңыз, деп қалсаңыз, мынаны сындырып жіберуі мүмкін корпусын. Және де осы туралы қайтып келетін болсақ, міне мына рамасына қатты ауыр заттарды қоюға болмайды. Мына жаққа болсын, мына жақтарға болсын. Үстіне отырудың қажеті жоқ. Ол да майыстырып жіберуі мүмкін. Егер бірдеме қатты ауыр қойып майыстырып жіберсеңіз, оны ауыстыру керек болады. Тағы да не айтып кетуге болады? Мына жерлерді қарап отырыңыздар, мына сым қыстырылған жақтардың бір сым босап кетсе, станогыңыз біраз қате жұмыс істеуі мүмкін. Станогыңызды күтім жасап отырыңыз. Күтілген станок сізге көп жылдар бойы жақсы жұмыс атқарады. Сау болыңыздар.